Сәлем достар, бүгін сіздермен жасалу жолы да құрамы да өте жеңіл және ерекше огонектің рецептімен бөліскелі отырмын. Бұл рецепті жасап жүргеніме 10 жыл болды. Ешқандай рецептпен алмастырғым келмейді, дәмі өте керемет шығады. Алдымен осындай керек заттарымыздың барлығын жуып, тазалап, дайындап аламыз. Кейін осындай ет тартқыштың көмегімен қызанағымызды, тәтті бұрышымызды және ащы бұрыш чесногымызды ет тартқыштың көмегімен езіп алатын боламыз. Толық құрамын және өлшемін төменгі описаниеге 3 тілде жазып қалдыратын боламын. Сонан қарап алсаңыздар болады. Рецепті жоғалтып алмаңыздар. Жасалу жолдары оңай, ерекше рецепттерді парақшамнан таба аласыздар. Парақшамды жоғалтып алмаңыз. Келесі видеоларым сізге бірінші болып көріну үшін подписаться кнопкасын басып және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Осымен барлық керек құрамын ет тартқыштың көмегімен өткізіп алды. Кейін үстіне тұзымызды және шекер, аспиринді ұнтатып қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып, банкілерге немесе баклажкілерге құйып, холодильникте сақтай аласыз. Менің каналымнан бұдан да басқа тексерістен өткізілген жеңіл рецепттерді таба аласыздар. YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Сіздермен пайдалы рецепттермен жиі бөлісуге тырысамын. Рецепт ұнап жатса, комментарийге пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ас болсын.